барлық жақтары шаршы болып келетін фигура, көлемді дене, бұл текше. Шаршының қабырғалары текшенің қыры. Мұнда 12 қыры бар. Бұлай төңкеріп аударсақ, тағы да. Шаршының қабырғалары, яғни текшенің қыры 12 ме, соны тексеріп көрейік. 1, 2, 3, 4. Бұлай бұрамыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ал шаршы қабырғаларының, яғни текше қырының төбесі, бұл текшенің төбесі болады. Текшенің төбесі 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бұрыштары, мінекей сол төбесі деп аталады. Төбесі латын тіліндегі әріптермен, бас әріптермен белгіленеді. Текшенің өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі болады. Сонымен текшенің 6 жағы бар. Санасақ, 12 қыры бар. Мінекей, мынаның бәрі қыры. Арғы жағында. Ал 8 төбесі бар. Бұрыштарындағы бұл төбесі текшенің. 37-ші беттегі 6-шы есеп. Бөлінгіші белгісіз теңдеулерді теріп жазып, оларды шешеміз, мәнін табамыз. Бірінші тұрған бұл көбейткіш, мынау екінші көбейткіш. Ал бізге бөлінгіш керек. Бөлінгіш міне бірінші тұрады, бөлгіш екінші тұрады. Демек, мына теңдеу. Бөлінгіші белгісіз теңдеу. Үлгі ретінде екеуін көрсетейін. 5 көбейту с тең 250. С тең 250. Мұнда көбейту болса, біз керісінше бөлеміз 5-ке. С тең 250-ді 5-ке бөлгенде с тең 50. Теңдеуді тексеріп көреміз. 5 көбейту с-ның мәні 50-ге тең. 5-ті 50-ге көбейтсек 250. Мұнда да 250. 250. Екеуі тең. Теңдеу дұрыс. Енді бөлінгіші белгісіз теңдеуді шешімін тауып көреміз. 200. 240. Мұнда көбейту болса, керісінше бөлеміз 6-ға. Y тең 240-ті 6-ға бөлгенде 40. Теңдеу тексеріп көреміз дұрыстығын. Y-дің мәні бізде 40. 40 көбейту 6, 40-ті 6-ға көбейтсек 240. 240 пен 240 екеуі тең.